Так, гематоксилин эозин бояумен боялады. Бұл жерде біз көреміз, мыналардың бәрі бізде ұзын ақсыздықтар болып тұрған. Бұлар бізде дәнекер, бөлік аралық дәнекер тіндер. Бұлар бізде мыналар бөлік аралық дәнекер ақтар. Бұлар яғни ұйқы безі бірнеше бөліктерге бөледі. Ендігі бұл бізде дәл осы бөлік аралық дәнекер тканінің маңында орналасатын панкреатоциттерді біз атаймыз экзокринді соңғы бөлім деп атаймыз. Түсінді ма? Одан кейін біз дәл осы бөліктің ішінде панкреатоциттерді көреміз. Осы панкреатоциттердің арасында қарап тұрсаңдар тағы да кішкентай ақтар тұр. Бұл ақтарды біз ажыратамыз бөлік ше аралық дәнекер ткан деп. Сонымен қатар мынау ұйқы безі препараты, сендер оны шатастырып алуы мүмкін, шықшық безмен. Егер екеуі де себебі ас қорытудың препаратында бірге тұрады. Сол кезде сендер бірінші очередь айырмашылығында лангерганс саралшықтарын сөйлейді. Ударение дұрыс қоймайсың сен де. Лангерганс. Лангерганс. Аралшықтары. Және де осының маңында бізде өзек болады. Мынау өзегі. Одан кейін мынау бізде қан тамыры деп есептедім. Мыналар бізде бөлікше аралық шару өзегі, ал мынау бөлік аралық шару өзегі.